Қыздар, өміріңізде көк сорпа ішіп көрдіңіз ба? Көк түсті. Ол үшін алдын ала осындай цветной капустаны, яғни фиолетовый цвет қой, соны морковпен қуырып алдым. Содан кейін дайын тұрған перец, морков, укроп, помидор барлығынан қуырып дайындап қойған алдын ала салмамды сорпаға араластырып алдым. Содан соң пельменді 2 жұмыртқамен, 400 грамм нанмен қамыр илеп, фаршты дайындап жуамен блендерден өткізіп пельмен дайындап қойдым. Содан соң қайнатылған сорпаның үстіне пельменімізді салып араластырдым. Яғни ол жерде пельмен 5-7 минут аралығында дайын болады. Дайын болған сорпаны үйдегілердің барлығына құйып бердім. Бірақ көрдіңіз бе, сорпаның түсі көк түстен фиолетовыйге қарай ма, қызғылт па, түс өзгеріп кетті. Не де болса балалар қорықпайтындай түс болды. Ал оның үстіне дайын пельменіміздің үстіне әртүрлі дәмдеуіштерімізді, жаңағындай аскөк, укроп, петрушкамызды сеуіп дәмімізді келтірсек болады. Ең керемет кешкі тамақ деп айта аламын. Өміріңізде көк сорпа ішіп көрмесеңіздер, қызыл қоспай жасай беріңіз.